Сәлем достар, Ассалем арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымыз кандюбе тағамын әзірлейміз. Тауық етін ірілеп турап аламыз. Мен 2 акарачка алдым. Және 2 сәбізімізді дөңгелектеп турап, ортасынан бір бөліп, осылай ірілеу етіп тураймыз. Пиязды турап аламыз. Негізі кандюбе тағамы еттен дайындалады. Мен тауық етінен дайындап көрдім. Қызған табаға етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Артынан сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, кішкене қуырылған кезде пиязымызды қосамыз. 1 ас қасық тұз себеміз және 1 ас қасық паприка салып, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Оттың астын баяулатып, жарты сағатқа бұқтырамыз. Басқа табаға пиязымызды қуырып аламыз. 3-4 пияз аласыздар. Тұз себеміз, сарғайғанша қуырып аламыз. Иленген қамырды 3 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды кәдімгі салқын суға 1 ас қасық тұз салып және 1 жұмыртқаға иленді. Жұқалап жайып, кішкене сұйық маймен майлап аламыз. Немесе май жақпай-ақ қойсаңыздар да болады. Қуырылған пиязымызды осылай жайып салып шығамыз. Рулет қылып орап. Қалған 2 қамырды да осылай жайып рулет қылып ораймыз. Осындай бөліктерге кесіп аламыз. Қайнап жатқан тауық етінің үстіне қамырларды тізіп шығамыз. Буға піседі. Оттың астын баяулатып, тағы да жарты сағатқа пісіреміз. Тағамымыз дайын болды. Сондай дәмді шықты. Рецепті ұнаса пісіріп көріңіздер.